Graph Editor ол қазір сіздерге ашып көрсетейін. Ол бізде мінекейіңіз. Мынандай көп түсініксіз бір нелер болып тұр. Кривойлар дейді ғой, мынандай волна болып тұр да. Бір қарағаннан қорқынышты болады. Мен негізі бірінші рет ашқан кезде болған, тоже алаңдап қалғам, бұл не нәрсе барлығы деп бүйтіп басып көресіздер. Формалар әртүрлі заттар. Бүйтіп шыңын көре алмай кетесіздер. Ойбай, қайда кетті мынаның басы қайда деп. Оның барлығы негізі өте жеңіл нәрсе. Соны сіздерге қазір түсіндіріп берейін. Сосын сіздер де оны қорықпай істететін боласыздар. Graph Editor дегеніміз осы анимациядағы барлық қозғалыс, немесе олардың бүйтіп бір жерден екінші жерге жылжу, немесе трансформация жасау, солардың процесін көрсететін сызба. Осы сызба арқылы сіз граф дейміз ғой, негізі. Граф дегеніміз андай адам мемді білетін шығарсыздар, stonks деген бүйтіп тұратын бар ғой. Соның артында мынандай екі не тұрады. Бүйтіп мынандай бірнеңке сызылады жоғары қарай. Біздің компаниямыздың стоктары жоғары шығып жатыр. Бір күннің ішінде жоқ болып кетті. Қайттан көтеріледі, қайттан түсіп кетеді. Соның барлығы граф деп аталады. Яғни Graph Editor осы қозғалысымыздың сондай графын көрсетеді. Дәл осы жерде, егер де біз зуммен жасасақ, бізге таныс түстер пайда болады. Ол қызыл, көк, жасыл. Естеріңізде бар шығар, қандай цветтер екен ол? Және неге жауапты екенін білесіздер ғой? Білсеңіздер болды. Білмегендер болса, естеріңізге сала кетейін. Ол қызыл ол X, көк деген ол бізде Z, жасыл бізде Y. Бірақ бұл жақта біреу ғана тұрған жоқ, бұл жерде бірнешеу тұр, көрдіңіз ба? Мына жақта берлесем, мына жақта да тұр, мына жақта да тұр. Не деген көп болып кетті десеңіздер, ол әрбір осы объекттің ішіндегі location-ның да X, Y, Z, rotation X, Y, Z және scale-ның X, Y, Z барлығы осы бір жерде тұр. Сол себептен оның X, Y, Z-тары көп болып тұр. Ол үшін тура мына жақта допшиттағы сияқты батырманы басамыз. Яғни группа деді ғой бағанағы вечеринка естеріңізге түсті ме? Соны ашатын болсақ, мінекейіңіз. Өзінің қасындағы цветі не дейін тұр? X, қызыл, Y, Z, жасыл мен көк. Осы жерден, егер сіз тек қана мен локейшнды ғана қозғағым келеді десеңіз, яғни соны ғана көргім келеді, мына жақтан соны көрсет десеңіз, ол мынаны бүйтіп өшіп тастасақ, локейшн ғана көрсетіп тұр сізге. Одан бұрын сізге навигация жағын кішкене түсіндіріп жіберейін. Тура мына блендердегі 3D viewporттағындай мышканың ортасын басқан кезде бүйтіп навигация жасадық қой. Мына жақта да тура солай. Мышканың ортасын басу арқылы оңға, солға, үстіге, астыға солай қозғасаңыз болады. Shift-ті басып тұрсаңыз, ештеңе істемейді. Ctrl-ды басып тұрсаңыз, бүйтіп графты үлкейтіп кішірейтуге болады. Яғни оңнан солға қарай жылжысаңыз, ол бүйтіп екі шеттен қысады. Мышканың ортасын басып тұрып, Ctrl-ды, мына жақта неге скринкаст істемей қалды? Яғни Ctrl-ды басып тұрып, былай екі шетке қарай жылжысаңыз мышканы алдыға артқа, сол кезде біз графты мына оспен тартамыз, немесе кішірейтеміз. Енді мынаған кірісейік. Бұл Graph Editor-да мына жақта көріп тұрған зат, ол немене? 0, 5, 10, 15. Мына жақта көріп тұрсаңыздар 0, 5, 10. Екі ось кетіп барады, яғни екі жазықтық. Бұл жақтағы біз бірінші сабақта сіздерге айтып едім ғой, математикадағы координата жүйесі деген, яғни мынау X, мынау Y деп ше, қызыл, жасыл. Тура сол сияқты мына жақтағы графта да ол осындай екі жазықтықта орналасады. Және ол істетіп жатқан неміз локальный, глобальный деген заттар, оларда істейтін. Мынан берлесек, G қозғайды. Бұлай ары-бері еркін қозғалып жатыр ғой. Y десем, яғни ол Y осымен ғана жылжитын болады. G, X десем, X десем, X-ің бойымен ғана жылжиды, көрдіңіздер ме? Яғни бұл жақта X пен Y не үшін бұл жақта орналасқан? Соны түсіндіріп жіберсем, ол X бізде уақытты білдіреді, яғни ол кадрлардың санын көрсетеді. Ал Y дегеніміз, ол бізде қаншалықты өзгеріс жасады дегенді білдіреді. Яғни осы екеуінің графы бізде қозғалысты береді. Яғни уақыт өткен сайын біздегі мына Сюзан
үстіне қарай y осымен жылжиды екен. Некеңіз. Оны біз бүйтіп алыстап тастасақ болады. Немесе бүйтіп жақындап тастасақ болады. Негізінен қазіргі 3D бағдарламалардың көбісінде бұл біздегі dope sheet емес, негізінен осы граф эдитор арқылы анимация жасалынады. Blender соның барлығын қарап, граф эдиторда істетпейтінде аниматорлар көп екенін біле отырып, граф эдитордың орнына dope sheet дегенді қосып берді. Яғни ол таймлайн мен граф эдитордың арасындағы золотая середина десек те болатын шығар. Мінекеңіз, яғни бұл граф эдитор ол ең аниматордың істететін ең негізгі терезесі десек те болады. Осы граф эдитор арқылы сіздер неше түрлі анимация істеп салуыңызға болады. Бірақ бұл более технический болғандықтан көп адамдар оны мына жақтан бүйтіп әрқайсысын өзгертіп отырғанша қолма-қол бүйтіп өзгерткенін ұнатады. Сол үшін андай таймшит, яғни бұрынғы классический методты ескере отырып dope sheet пайда болған. Енді тура бағана айтып кеттім, яғни x ол мына жақтағы жауап береді, яғни x осымен қозғалыс, y осымен қозғалыс, y осымен қозғалыс және z осымен қозғалыс. Яғни байқасаңыздар, бұлардың барлығы world space-дің осымен қозғалып жатыр. Неге десеңіздер, бұлардың барлығы объекттар. Яғни object модта негізінен барлық объекттер осы world space-ке тікелей тәуелді болып келеді. Local space-ті ол негізінен rig жүйесі local space-ті істететін болады. Яғни ол айтады, world space-қа жалпы armature деген rig жүйесі бағынышты болатын болса, оның ішіндегі сүйектердің бұралымы, өткен сияқты өздерінің локальный осьтарымен қозғалады. Және осы граф эдиторға өздерінің локальный осьтарының координатасын тіркейді. Соны есте болсын. Яғни бұл жақта бізде location болып жатыр. Және вот не үшін локальный ось істемейді десеңіздер, локальный ось қарап отырсаңыздар, Y осі мына жақта тұру керек, және ол былай қозғалу керек еді ғой деген сұрақ болатын болса, соған жауап. Яғни ол бүкіл объекттар осы world space-қа тәуелді object модта. Локальный қозғасақ, 3 ось бірге өзгереді. Неге десеңіз, бұл жақтағы rotation оғанда бір уақытта әсер етіп жатыр. Сол үшін ол ось бүйтіп ауысып жатыр rotationмен. Бірақ location ол rotationнан бөлек world space-та қозғайды. Бізде мынандай zoom in, zoom out жасап отырсақ болады, контролды басу арқылы. Алайда мына жердегі мына графтар үлкен дистанциямен кетіп қалады. Кейде таудың басына ашып кеткен сияқты болады, одан кейінгі мынандай қатты құлаулар болады, мысалы мынандай. Мына жерде. Көрдіңіз бе? Яғни сондайдың барлығын бүйтіп бір жерге қалай бүйтіп zoom in, zoom out жасамайық, осы бір жерге қарап отыруға болады деген сұрақ болуы мүмкін. Ол әрине болады. Ол normalize деп аталады. Normalize дегеніміз осы заттардың барлығын, яғни бәрінің ойсын, барлығын графтарын, яғни location болсын, rotation болсын, scale болсын, қандай өткір болсын болмасын, солардың максимумын бірге апарады, ең минимумын минус бірге алады. Соның барлығын осылай бір ортаға теңшеп береді сіздерге. Енді zoom in жасайық мынаған. Қарасаңыз, барлығы біргелкі тұр. Мінекеңіз, максимум 1, минимум минус 1 болды. Осы екеуінің аралығында ғана жүреді. Егер біз одан төмен түсіп кеткен жағдайда, алады қайттан соны бүйтіп бірге минус 1-ге итеріп бере салады, және осы алдындағылардың барлығын соған нормалай жасайды. Жоқ, мен берілмеймін, мен тағы да оны бүйтіп соза берім келеді деп бүйтіп созып тастасаңыздар жоғары қарай. Көрдіңіз бе? Мынаны бүйтіп алып, мына қозғалыстар мынамен салыстырғанда кішкентай болып қалды. Ал оған дейін мынандай әжептәуір несі бар еді қозғалыстары. Дегеніңіз. Соған сіз нормалайзды қосып қойып, оның барлығы мынандай ғана қозғалыс екен деп қана алданып қалмауыңыз керек. Оны анда-мында өшіріп, айырмашылық қандай екенін шынайы түрдегі графтан да қарап тұрғаныңыз жөн. Нормалайзбен бүйтіп жалпы алғанда бүйтіп қарасаңыз, ол түзу сияқты көрінеді. Самнан мен бүйтіп жоғары қарай көтеріп тастасам да. Жалпы қарасаңыз түзу болып көрінуі мүмкін, бірақ ол жақта да қозғалыс бар. Бүйтіп жақындатсаңыз, көрдіңіз бе?
яғни ол барған сайын минимальный числолар істетеді, яғни 0.99 мен 98 арасында мүмкін 0.97, 98 сияқты сондай заттар істетеді. Сол үшін барған сайын детальный болады. Нормалайздың бір минусы сол жерде. Оны үш жасаңыз, немесе мынау auto-normalization деген ол автоматты түрде сіздерге нормалайз жасап беретін функция. Мына auto-normalize дегенді өшіп жасақ, онда бағанағы затты ол автоматты түрде жасамайды. Өшіріп, қайттан қосқанда істемейді. Енді мына қайттан басып жіберсем, некеніз көрдіңіз ба? Функциясы сонда, мына қасына батырманың. Яғни автоматты түрде нормализация жасап береді сіздерге. Енді мына жақта тура мынау сияқты, тура бағана допшитта өткен сияқты мына жақтағы белгіленіп тұрған затты ғана көрсет, немесе барлық затты көрсет деген болады. Бізде қазір сюзанды белгілеп тұрмыз, сол үшін белгіленіп тұрған затты ғана көрсетіп тұр мына жерде. Тура сол сияқты барлығын көрсетеді, ошибкаларын көрсетеді. Ал мынау бұны көп істетпейміз. Ghost types, ghost curves дейді. Даже білмейді екен не нәрсе екенін. И фильтр, яғни фильтр дегеніміз сол бағанағы заттар. Енді мына жақта кішкене бір ерекшелік пайда болды. Бағана біз мына жақта фильтрдің қасында nearest frame ғана болды. Айтпақшы тез арада бүйтіп біз ауысуымызға болады. Graph Editor'дан топшитқа. Ол Ctrl-Tab. Көрдіңіз ба? Мына жақта фильтрдан кейін сразу snap тұрған тұғын. Мына жақта мынандай бірінке пайда болды. Бұл pivot point. Яғни осы жақтағы заттарды, осы жақтағы графтарды, нормализация жасайын. Осы жақтағы графтардың барлығын біз қалай сызғыш немесе басқа манипулировать ететін жолдар бар. Солар көрсетті. Мысалға біз мына жақта bounding box center деп тұр. Айталық бетіп белгілесем, осы curve'тардың ортасын ол bounding box деп санайды, яғни барлығының ең четкісін есептейді, яғни ең солардың ортасында былай примерно куб пайда болады. Сол кубтың центрі олардың pivot point'ы болады. Бұны біз scale жасасам, көріп тұрсаңыздар, мышканың былай ортасындағы сызық, яғни былай үзік сызықтардың басы осылардың центрі болып тұр, pivot point'ы. Немесе rotation жасауымызға болады бұны. Көрдіңіз ба? Scale, rotation, яғни жиға қатты әсер етпейді. 2D курсор деген нәрсе тұр. Естеріңізде болсақ, біз мына жақта 3D курсор деген болды. 3D курсор, яғни мына жақтағы T панельді ашсақ, некеңіз. Мынау бізде 3D курсор болатын тұғын. Өзінде түрі де 3D сияқты, қарасаңыз да 3D, бірақ бұл жақта 2D деген курсор бар. Онда қызметі осы 3D курсорға ұқсайды, бірақ бұл кішкене өзгешелеу. Айталық, мына жақта тілше, мына көріп тұрсаңыз, 17 деп былай қарайды түсіп тұрған көк сызық, ол біздің осы таймлайнды басынан соңына дейін қалай жылжытқаныңа байланысты сол кадрды көрсетеді, дұрыс па? Соның қасында мына жақта 0 деп тұрған сызықтың бойында да көк бар. Мынаның бәрін өшірсеңізші. Негіз. Егер ешқандай граф болмаса сценамызда, онда ол мына жақта бір көк сызық, мына жақта бір көк сызық тұр. Мынау егер де өзгеріске жауап берсе, мынау бізде 2D сызық десек, 2D сызғыш десек болады. Ең басында ол 0-де болады. 0-де болады, және біз оны 50-ге апарсақ, қалай апарамыз деген сұрақ болады. Ол үшін біз shift-ті басып тұрып, мышканың оң жағын бассақ, көрдіңіз ба? Өздеріңіздің қалаған жеріңізге апарып алсаңыз болады оны. Немесе мына жақтан 0-ді бассаңыз, 0-ге ауыса салады. Яғни мына жақта show курсор дегенді өшіп жасаңыз, 2D курсор жоқ болып кетеді. Бассаңыз қайттан пайда болады. Мына жақтан сіз нақты мәнді бере аласыз өзіңізге керекті. Оның хоткейі Ctrl мышканың оң жағы. Өтір айтамын, Shift мышканың оң жағы. Мына қайттан сброс жасайық. Енді бұл 2D курсордың қызметі не? 2D курсордың қызметі ол мысалға айталық. Мына төбен көріп тұрсыз ғой, мына жер. Мен мынаны соған қарай scale жасағым келеді. Басайық S-ті. Wow, new water дейміз. Әдетте bounding box'та тұра береді өзінің несінде.
дефолтында немесе individual center десек болады. Оны қазір түсіндіремін не үшін екенін. Scale жасасам, ол үстіне бармай жатыр. Ол мына өзінің тұрған орында ғана scale болып отыр да. Яғни бұл handle деп аталатын нәрсе. Нүктені басып, қасына келейік. Байқасаңыздар, мынау кілт. Кілттің қасында мынандай екі тұтқа тұр. Бұл тұтқалар осы графтың келген бағытын көрсетеді. Ол туралы қазір тереңірек өтіп кетемін. Алдымен сызғышты түсіндіріп алайын. Мына затты мен scale жасасам келмей жатыр. Оны келтіру үшін біз алдымен сызғышты осы дөңнің үстіне қояйық. Shift бастырып, мышканың оң жағымен примерно на глаз дейді ғой, осы жаққа клик. Енді 2D курсор десем, мынаны мен scale жасасам, көрдіңіз бе? Бұны біздің центріміз болады да, мысалы мышкада үзік сызықтар, үзік сызықтың центрі осы жерден болып тұр, яғни осы жаққа дейін алып келе алады. Окей, айталық, егер сіз осы X, осы қызыл сызықты осы 2D курсордың бойына бүйтіп тегістеп салғым келеді десеңіз, бүйтіп түп түзіп салғым келеді десеңіз, онда оның мынандай бір жолы бар. Мынаның барлығын жеке-жеке сіздер scale жасап отырсаңыз болады. Мынаны 2D курсорда қойып scale Y примерно осылай scale Y деп отырсаңыз болады, бірақ ол ұзақ уақыт алады. Сол үшін біз мына сызықта барлық нүктелерді белгілеп scale Y 0 десем, осы екіді сызғыштың бойымен түп түзу бізге граф жасап берді. Яғни бұл жақтағы қозғалыс ол константа, яғни тұрақты кетіп баратыр. Енді біз мынандай мәселені байқауымыз мүмкін. Мына жақта графтар көп бола бастайды, біртіндеп көрдіңіз бе? Біреусін белгілеу үшін бүйтіп бірнешеуін басып тұрып, қайсысы еді деп отырасыздар да. Сол үшін мынадан белгілесеңіз болады. Location, там мынандай rotation керек, scale керек деп. Оның барлығын бүйтіп жеке өшіріп отырсаңыз болады. Алайда оның жылдам жолы бар. Ол белгілейсіз, мысалы сізге керекті графты айталық X болсын да. Осыдан өзгенің бәрін удалить ет деп. Shift H десек, осыдан өзге белгіленгеннен басқаның барлығын скрыть етіп тастады. Осылай жұмыс істеген сізге ыңғайлы. Енді мына handle дегенге кірісіп кетейік, яғни тұтқалары. Тұтқа дегеніміз не? Бұл жақта және қандай рөл атқарады? Қайттан орындарын алып келу үшін Alt H, тура hide және unhide сияқты да, H және Alt H. Shift C, мына допқа келейік. Ctrl Tab, граф эдиторға барып, өзінің ең бастапқы анимациясы мынау. Доп Action. Monkey'ні өшіре салайық, папканы и осыны көрейік. Негеңіз. Тип көтерілді. Көтерілді, қайттан жерге тейсін. И қайттан көтерілсін да, қайттан жерге тейсін. Вау. Кішкене араларын ашайын бұлай. Тік. Енді осы анимацияларымызды қарайтын болсақ, допшитта мынандай мыналарды қозғалыс жоқ екен, тек қана бізде локейшн ғана тұр. Қайтан граф эдиторға барамыз, ашамыз, Ctrl мен бүйтіп үлкейтсек, қай жерде Z, мінекейіңіз. Вот. Граф эдиторда байқап тұрсаңыздар, барлығы такой плавный не дейді ғой, граф. Бұлай шығып, бұлай кіреді, бұдан шығып, қайтан кіреді. Осындай волна болып тұр да қазір. Бізге мына жақта доп құлау керек, резкий. Жерге дух деу керек та. Мынандай дух демеу керек. Яғни бұл плавностьті көрсетіп тұрған зат, ол бізде handle'дар. Дәл қазір бізде бұл автомат болып тұр. Екі шетін белесем, мына жағын қалай қозғасам, G-мен ар жағы солай реагировать етеді. Мына жағын бүйтіп созсам болады, немесе кішірейтсем болады. Мына жағында бүйтіп кішірейтіп қойсам болады.
сол кезде кішкене мынандай бір қыр пайда болған байқадыңыздар. Яғни енді қалай болады біздің анимациямыз? Көрдіңіз ба? Бірақ сонда да кішкене тежеу болып тұр. Сол үшін біздің неше түрлі өзге де хендлдің түрлері бар. Давайте көрейік қандай екен. V дегенді басатын болсақ, бұл жақта бізде айтып тұр. Сіздер қандай хендлді істеткіңіз келіп тұр деп. Дәл қазіргі біздегі істетіліп жатқан ол autoclamp деген мынау. Autoclampқа қоятын болсақ, бағанағы затты біз көре аламыз. Мінекейіңіз. Тура бағанағы. Енді бұның орнына V free деген бар. Яғни хендлдің түрі мынандай қараға айналып кетті. Байқасаңыздар. Бұны біз қосасақ, мына жақтағысы, сол жақтағысы ешқандай реакция беріп тұрған жоқ. Негеңіз. Оны біз бүйтіп жасасақ болады. Немесе оны бүйтіп көтеріп қойсақ болады. Бұл яғни еркін түрдегі хендл. Сіз оны қалай өзгерткіңіз келсе, өзіңіз білесіз. Оны мүмкін сіз бүйтіп плавность өзіңіз беретін шығарсыз былай қарай. Бүйтіп қойсаңыз да болады. Негеңіз. Яғни графтың өзгергеніне байланысты анимациямызда әртүрлі болып өзгере береді. Хендлдің түрін V, aligned десем, мына жақ қалай болатын болса, бұлар да солай реагировать етеді. Бұл неге ұқсайды? Autoclampқа өте ұқсайды. Вектор деген түрі бар. Вектор дегеніміз, яғни бұл мына жоғары жақтан түсіп келе жатқан нені ескерді, графты ескерді, және одан кейінгі графтың реакциясы қандай. Егер екеуі де жоғары ортасына тұратын болса, ол осылардың ортасына резкий вектор жүреді. Екі мынандай бағыттаушы дей ма? Вектор негізінен сол не ғой? Стрелканы білдіреді ғой, бағытты білдіреді ғой. Сол. Егер бұл былай тұратын болса, осы жердегі вектор болса қалай болады? Көрдіңіз ба? Осы екеуінің орта мәнін алады, соны бүйтіп есептеп шығарып береді. Вектор болады. Вектор болған кезде бізде доп, көрдіңіз ба? Жерге қаттырақ тиеді. Тық, тық деген сияқты. Бірақ мына жақта кішкене өткір болып қалды қозғалысы. Көрдіңіз ба? Өткір болмау үшін біз оны autoclampқа айналдырып жібереміз қайттан. Енді вектор екенін түсіндік. Вектор осындай хендл болып аталады. Онда біз бүйтіп өзгертсек болады, қалауымызша. Бірақ сол кезде ол уже вектор түрінде емес, free деген түрге айналып кетеді. Көрдіңіз ба? Бұл уже вектор түрінде емес, free-ға айналып кетті. Некеңіз. Яғни бұл хендлдардың барлығы мына допшитта осындай графтардың өзгерістерін сияқты байқалатын болса, ол допшитта қалай көрінеді, соны бір ескеріп қарап жүрейік. Допшитта бізде ол формасы ауысып кетті, байқасаңыздар. Мына тілшен былай қарай кесем. Яғни біздің бір ғана жерге қойған ключ, ол осы 10-шы кадрдағы. Яғни ол әр типке байланысты өзінің ключтың да формасы әрқалай болады. V, вектор десек, осындай төрт бұрышты, aligned, мынандай ромб түрінде, free, ромб түрінде, automatic уже домалақ. Екен ол ыңғайлап береді. Ішінде мынандай нүктесі бар. Autoclamp біздің бәрімізге таныс, ол домалақ ретінде келеді. Яғни векторларды түсіндік. Векторлар осылай жұмыс істейді. Доптың анимациясы болып жатыр. Бірақ біз мынандай ключтарды ғана қойдық. Айталық, 0-ші кадрға 10-ға, 20-ға, 24-ге деген сияқты осындай кадрларды қойдық. Осыларды ғана көре алам ба деген сұрақ болады. Мысалы, маған 5-ші кадрдағы мына in between дейді ғой, ортасындағы кадрлар керек емес, маған тек қана осы ключевой кадрлар ғана қарау керек деген болады. Ол әрине біздің традиционный анимациядағы, яғни дәстүрлі анимациядағы принципқа ұқсап қалады. Ол үшін біз барлық ключтарды белгілейміз. Т дегенді бассақ, бізден сұрайды, сіз қандай интерполяцияны қалап тұрсыз дейді. Интерполяция деген ұғым, ол мысалға қойылған бір ключ болатын болса, екінші ключ соның ортасын компьютер қалай есептеп береді сізге дегенді сұрап тұр. Яғни ол болуы мүмкін безер болып бүйтіп келуі мүмкін. Бағана біз көріп отқан граф эдитордегісінің барлығы ол slow in мен басталады и slow out болады.
Яғни оны біз 2D анимацияда барлығын бүйтіп доп салатын болсақ, оның қасына бүйтіп салып отырсақ, бұл жақта барлығы граф эдитор арқылы бүйтіп жасалына салады. Енді сол интерполяцияны егер біз өшіріп тастасақ, ол бізде constant деп аталады. Негеңіз. Яғни біз бірінші кадрда немесе нөлінші кадрда біз әрдайым қарап отырамыз. Ана алып тастайыншы анимациясын. Және 10-шы кадрға өзгеріс болған кезде ғана келді. 20-шы кадр көрсетті. 24. Некеңіз. Қойып көрсек, ол былай болады. Естеріңізге Spider-Verse еске түсірмей ма? Spider-Verse'дің ішіндегі доп қой мынау. Яғни бұл constant деп аталатын метод, немесе оны step деп атайды негізі индустрияда. Бұл, яғни кадрдың қойылған ключтарын ғана ескеретін жүйе. Айталық біз 4-ші кадрда бұна допты біз мына жаққа алып келейік. Мына жаққа дейік. 7-ші кадрда бұл былай келсінді. 10-ші кадр жерге ұрылып, 12-ші кадрда былай көтеріліп, 14-те былай, 16-та былай, 18-де былай келсінді. Сосын қайтадан 20-да былай түссін. Мына жерге келсін. 24-ші кадр керек емес. 25-ші кадрда былай келсін, және қайтадан құласын. Енді мына анимацияны орындасақ, көрдіңіз бе? Яғни біздің қойылған ключтарымызды ғана көрсетіп жатыр. Ешқандай анимациялық, яғни компьютердің өзі интерполяция жасап отқан жоқ. Яғни мына жаққа қойған ключіңізді мен мына жақтан мына жаққа дейін қалай есептеп берем деп отқан жоқ. Сіз айтасыз, компьютерге жоқ, маған ештеңе есеп бермей қой, маған тек қана өз жұмысымды ғана көрсет деп айтасыз. Сол кезде компьютерде айтады, без проблем, некеңіз деп. Енді интерполяцияның екінші түрі бар. Ол бізде лайнер деп аталады. Лайнер деген ол мынандай есептеу деп түсінсеңіз болады. Айталық, мынау бірінші кадр, мынау екінші кадр. Лайнер интерполяция болатын болса, осы екеуінің ортасын есептейді компьютер, және сол ортасындағы дәлме-дәл ортасына екінші ключті қояды. Сынап көрейік. Лайнерға қойған кезде дағыттан сәл түсініксіз шығар. Давайте сіздерге одан да мынандай жаңа экшен создать етейін. Бірінші кадрда мына жақта болсын. Ал үшінші кадрда мына жақта болсын. Енді біз мына жақта болса, екеуі ортасы мына жерде болу керек, дұрыс па? Көрейік компьютер қалай істеп береді екен. Мынау қазір интерполяциясы лайнер. Көрдіңіз бе? Тура ортасын тауып береді. Енді айталық, мына жерден мынаны осы жерге алып келейік. Енді теория бойынша ол мына жағын табу керек, дұрыс па? Некеңіз дәлме-дәл ортасымен жұмыс істейді. Бағына байқап отқан шығарсыздар, мына интерполяцияның түрі ауысқан кезде мына ортасында мынандай визуальный өзгеріс болды. Ортасында жасыл сызық пайда болды. Ол жасыл сызық, яғни айтып жатыр, интерполяцияның түрі сенде өзгеше деп ескертіп жасап отыр. Интерполяцияның түрі егер де бізде қайтадан безер болатын болса, сызықтың барлығы жоғалып кетеді. Сол сіздерге ескертпе сияқты. Сіздерде егер де constant немесе лайнер болатын болса, оның ортасында жасыл сызық, безер болатын болса, оның ортасында ешқандай сызық жоқ, яғни өзі ғана болады. Бұл негізі интерполяция не үшін істетіледі десеңіздер, constant деген бізде негізінен ол планирование дейді ғой, blockout немесе layout, жалпы өзіңіздің анимацияңызды бүйтіп елестетіп көре алу үшін алдымен константта жұмыс істеп алған тиіс, сондай ыңғайлырақ. Алайда көп адамдар бар, жұмыс істейтін, ол тікелей безермен ғана жұмыс істеп шығады. Там кейіпкерін бүйтіп қозғалып атады, плавающий болып, соның үстіне бүйтіп анимация жасай береді да, олар как ол кісілерді мен түсінемін қалай жұмыс істейтінін, өзім олай жұмыс істемегеннен кейін. Это как андай сияқты ғой.
пойыз кетіп барады, сол пойыздың үстіне кетіп бара жатып сіз рельс салып жатсыз деген сияқты ғой. Вот сондайды егер де сіздерге более традиционный анимация жақынырақ болатын болса, онда алдымен константта өздеріңіздің анимацияңызды пландап алсаңыз болады, ешқандай асықпай саспай. Мына жақтағы безерге ауыстырайық. Осы үшеуінің, безер дегеніміз яғни осы біздің қазіргі көріп жүрген там Диснейдің немесе Пиксардың фильмдеріндегі такой әрбір кадрында ключ бар анимацияларды айтады. Бізде қазіргі соңғы кезде тренд болып кеткен, ол бізде андай степ анимациялар бар ғой, мысалға Spider-Verse, соңғы кезде шыққан Puss in Boots, олардың көбісі осы степ деген сол арқылы істетіледі. Яғни олар әрбір кадрды қолмен салып немесе қолмен қойып позды, соны әрбірсін сондай традиционный методпен жасалған болатын тұғын. Анимация жасау ол андай бір ғана батырма емес, басқан кезде бәрі қозғалып кетеді деген сияқты. Сол сияқты мына безерге де сіздер алданбауыңыз керек. Т-ны басып біз безерге ауысайық. Осы безерде тұрғаннан кейін біз қайтадан граф эдиторға кіріп, олардың қандай айырмашылығы бар екенін көріп шығайық. Бұлардың негізгі айырмашылығының барлығы граф эдиторда. Ал көрелік, өзімізге таныс сол бағанада уже түсінген, білген граф эдиторымыз. Енді бәрін белгілеп біз T-лайнер дейік. Көріңіз, бұл жақта бізде 100% ортасын тауып, сол ортасындағы орнын тауып береді да, сосын бізге безердің орнына осындай лайнер жасап береді. Яғни ол тікелей барады. Бұл лайнер негізінен андай роботтардың немесе идеальный дейді ғой, идеальный қозғалыстарға істетіледі негізінен. Біздің адамдарда бұл не подходит. Мысалы машина немесе тіпті машинаның өзінде де ол безер болады, яғни бүйтіп артқа жылжып барып деп жылжыса, мынау негізінен андай шығар, роботизирован бар ғой, дейтіндей андай. Вот солардың барлығына біз лайнер істесек болады. Енді константтың түрі қандай болады көрейік. T constant. Мынау не, зданиялар ма, SimCity ойнап кеттім ба деген сияқты сұрақтар болуы мүмкін. Бұл яғни бекерден босқа степ деп аталмайды, яғни бұл баспалдақ сияқты көрініп қалады. Бұл жақтағысы, яғни осы бір кадрды ол мына жақтан мына жерге дейін алып келеді, келесі кадрда уже басқа кадрды көрсетеді. Яғни ол резко ауысады соған. Сол үшін бізде граф эдиторда осылай көрінеді. Қарап отырсаңыз, active keyframe ол константта тұр. Бірақ негізінен ол тек қана барлығына мен бір уақытта константта және бір уақытта безерде ғана істеуім керек па деген сұрақтар болатын болса, жоқ, ондай емес. Сіздер егерде алғашқы осы талдаған жерін ғана мен безерде істеп, қалғанын константта істеймін десеңіздер, ол да болады. Т-ны басасыз, безер десеңіз. Осыдан ортасында сіз белгіленген жердің ортасын безер қылады, қалғандары констант болып кетеді. Яғни айталық 18-ді мен безерде көргім келеді десеңіз, осы сіздің ключтың басынан келесі ключқа дейінгі аралықтың барлығын безерге ауыстырып береді. Дәлме-дәл тура сол сияқты константқа айналдырсаңыз, именно сол келесі ключқа дейін констант қылып береді. Граф эдиторды қарасақ, ол осындай өзгерістерге ие болады. Некеңіз. Жалпы осы анимациядағы ең керекті құралыңыз Dope Sheet пен граф эдитор. Бүгінгі сабағымызды онда қорытындылай кетейік. Бүгін біз Dope Sheet және граф эдитордың қызметтерін және ол анимацияға қандай көмек ететінін түсіндік. Екеуі де өте маңызды құрал, өте необходимый дейді ғой, өте маңызды, оны білмесеңіздер болмайтын құралдар. Анимация жасау барысында осы екеуі сіздерге трек, осы екеуін сіздерге білсеңіздер, олар сіздерге жұмыстарыңызды жеңілдетіп, анимация жасауға көмектесетін құралдар екенін түсіндік. Енді мына добымызды келесі сабақта точно көрсететін боламын. Енді бұл добымызда күтіп қалды. Енді барлығын түсінгеннен кейін, енді біз таза анимацияға кірісе берсек болады. Біздің каналымызға тіркеп қойыңыздар, лайк басыңыздар, ұнатпасаңыздар дизлайк басыңыздар. Қайталап айтамын,
дизлайк бассаңыздар, не үшін дизлайк бассаңыздар, обязательно айтып кетіңіздер. Ол фидбэк біздерге өте маңызды, және видеоның качествосын болашақта жақсартуға және білімнің деңгейін де жақсартуға көмектеседі. Сол үшін фидбэк беріп әрдайым отырыңыздар. Сізден болған Нұрбек, сіз біз болып анимацияның шыңын бағындыра берейік. Келесі сабақта кездескенше.